Бүгін біздің еліміз маңызды және ерекше мерекені Қазақстан Республикасының қызметшілер күнін атап өтуде. Тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 23 маусымды мемлекеттік қызметші күні деп жариялап, арнайы жарлыққа қол қойған. Әрбір өркениеттің өріне қадам бастаған мемлекеттің ең басты тірегі, оның идеясы мен саясатын алға апарушы мемлекеттік қызметкер болып табылады. Сондықтан да ұлт мәртебесін көтеретін, ел абыройын асқақтататын мемлекеттік қызметкер болу мәртебелі міндет. Мемлекеттік қызметші қай кезде де биліктің биік бейнесін, іскерлік қабілетін көрсетеді. Мемлекеттік қызметшінің басты міндеті туған отаны мен халқына адал қызмет етумен бағаланады. Сіздерді 23 маусым мемлекеттік қызметші күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Государственная служба – это одна из основных структур для каждой страны. На нее возлагаются важные функциональные задачи, связанные с организацией и управлением общественных процессов. Государственные служащие вносят значительный вклад в процесс формирования и укрепления позитивного имиджа государственного служащего Республики Казахстан, повышая уровень доверия населения к своей работе. Государственная служба – это особый род деятельности. От решений, которые готовят и принимают государственные служащие, зависит благосостояние и самочувствие всех казахстанцев. В этот день мы все должны и будем помнить об ответственности, о долге перед народом. С профессиональным праздником! Желаем достижения новых высот! Одан бақ мекенім, өзің жайлы әнді тәтті етемін. Дүрбелен дүние білемекен, тектілік ұғымы қазақ дегенің. Сонна қасынбай сабыр қылатын, дұшпанын сөзбен бағындыратын. Алды құрлықты құшағын алып, алысқа кетсе сағындыратын. Бірлеп көңілде домбырасы, даланың дауысын қалдырады. Аманат бізге Алаштың жері, азаматтың әппақ арғымағы, досына шуағын таратады. Аяулы халқының алақаны, бесігінде жатқан әрбір сәби, қыранның қырағы балапаны. Қазақстаным, жүректен намыстың байрағы, қасынаға тұнған қойнауы, жасасын бірліктің аймағы, Қазақстаным.
Уважаемые работники государственной службы, позвольте мне, ветераны государственной службы, поздравить вас с профессиональным днем государственного служащего. Работа на государственной службе престижна, почетна, но это каждодневный и очень напряженный труд. Необходимо показывать не только свой профессионализм, но и продемонстрировать управленческие и организаторские способности. Я бы хотела еще сказать, что обязательно между населением и между работником государственной службы обязательно должен быть установлен дух взаимопонимания и дух взаимопомощи. Я еще раз вас поздравляю с нашим праздником. Хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, успехов в вашей нелегкой, но очень нужной работе. Конечно, развивайте свои лидерские способности, потому что это лидер тот человек, который может управлять временем, делами, который может безукоризненно решать все проблемы. Байтақ өлкем, ғажайып көркем, кең жазира, жер ұйық мекен. Елім деген ерлерім ерен арман асқақ, желбіреген көк байрақты мәңгілік елім. Дархандалым, гүл жайнаған қасиеттерім, даңқың асқан бақ ордалы ұлы елім. Нұр төгілген аспанынан отаным менің, жасай берсем мәңгі қазақ елім. Кең пейілі бірлігі әсем ырысы мол, киелі мекен. Қазақ елі ораны биік арман асқақ, желбіреген көк байрақты мәңгілік елім. Дархандалым, гүл жайнаған қасиеттерім, даңқың асқан бақ ордалы ұлы елім. Нұр төгілген аспанынан отаным менің, жасай берсем мәңгі қазақ елім. Дархандалым, гүл жайнаған қасиеттерім, даңқың асқан бақ ордалы ұлы елім. Нұр төгілген аспанынан отаным менің, жасай берсем мәңгі қазақ елім. Дархандалым, гүл жайнаған қасиеттерім,
Құрметті мемлекеттік қызметшілер, сіздерді кәсіптік мереке, мемлекеттік қызметші күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенімнің белгісі. Біздің өңіріміздің нәтижелі дамуы сіздердің жоғарғы адамгершілік деңгейіңіз, өз қызметіңізге деген адалдығыңыз, патриоттық сезім мен заңдылықты бұлжытпай сақтауыңызға байланысты. Сіздерге зор денсаулық, бақыт, отбасыңызға береке, бірлік, халыққа арналған игілікті еңбегіңіздің жетістік және кәсіби шеберлігіңіздің артуына шын жүректен тілектеспін. Бәйтерегім сен едің, бір бүршігің мен едім. Қолым қысқа демедім, қолтығымнан демедің. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегі, қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың табанды саған тіредім. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, шаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Еркеледім, есірдім, ессіз көзсіз көсілдім. Еңіреп кетті-ау есіл көл, бәрінде соның кешірдім. Рахмет туған ел. Балалығым қалса да, қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымды ақшаң шалса да. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, шаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиеттім киелім, шаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел.
Мемлекеттік қызметші болу мәртебелі міндет. Ол биліктің биік бейнесін, іскерлік қабілетін көрсетеді. Тұрғындарға мемлекеттік қызметші деген кім, оның жұмысын қалай бағалайсыз деп сұрап көрген едік. Кешіріңіз, сізден сұрауға болады ма? Мемлекеттік қызметші деген кім? Мемлекеттік қызметші халыққа адал қызмет ететін азамат. Ол бұл атаққа лайықты болуы тиіс. Мемлекеттік қызметші ол билік пен қарапайым бұқара халықтың арасын жалғайтын алтын көпір дер едім. Мемлекеттік қызметші ол өзіне жүктелген міндетті жауапкершілікпен және абыроймен атқаруы тиіс деп ойлаймын. Мемлекеттік қызметшінің жұмысы сапалы, жауапты жұмыстардың бірі деп айтар едім. Мемлекеттік қызметшінің басты міндеті туған отаны мен халқына адал қызметімен бағаланады. Бүгінгі мерекені пайдалана отырып, барша мемлекеттік қызметшілерді халыққа қызмет ету жолындағы адал еңбектеріне сәттілік тілеймін. Желбірегені қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулі шымырлатқаны денені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Көк тудың желбірегені, елдіктің асқақ өлеңі, жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Тудың желбірегені, бақыттың ел жүрегені, қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді, таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені.